Сәлем, достар, қалайсыздар? Қаншама уақыттан бері осы ютубқа видео жүктеген жоқпын. Себебі не айтамын, қалай айтамын деген ойлар да болды. Еще бүгін сондай сезім келіп тұр. Бүгін бір БТ-ға қатысып отырып, не сізді бақытты етеді, не сізге энергия сыйлайды деген кезде осы ютубқа видео салу деген бір ой шықты. Сол ойдан мен көргенім, енді сіз осы аптада қандай өзіңізге тапсырма бере аласыз, өзіңіз не орындай аласыз, сіздің энергияңызды көтеру үшін, сізге бақыт сыйлау үшін деген кезде осы ютубқа видео салу шықты. Енді соны сразу қазір жаздым негізі. Соны міндетті түрде қазір еске салғанмен қатар оны орындағым келіп тұр. Мен не айтамын деген бір ой пайда болды. Ол ойға еще тұспа-тұс келген, кеше ғана болған, өзімнің бойымнан өткен, өзіммен бірге болған бір оқиғаны айтқым келіп тұр. Адам өзгерген кезде негізі басқаша қабылдайды екен. Негізі өзіме қарайтын болсам, көп нәрсені мен баяғыда басқаша қабылдайтынмын. Сразу реакция беретінмін. Ұнамаса сразу жаңағыдай көзімді закатывать етіп, сөйтіп бастайтынмын. Мүмкін айтпау мүмкін, бірақ закатывала глаза дейді ғой, сөйтіп солай істейтінмін негізінде. Кеше негізі бізде Таразда жаңбыр болды, өте азанда көбірек жаңбыр жауды. Балдар садикке алып барып болып, қыздарымды поликлиникаға апару керек болдым. Біреуін апарып, екіншісін кішкентайды апарып жатқан кезде біз әрине автобуспен жүрдік, қоғамдық көлікпен. Бір қоғамдық көліктен түсіп екіншісіне барған кезде жаңбыратып бардым. Енді су болып тұрмыз, кішкене қол шатырымыз бар әрине, бірақ енді неге остановкаға келдік та, аялдамаға келіп тұрған кезде енді зонтиктің бәрін жинап қойдым. Сосын ойладым да, енді іштен бұл жерде бізге жаңбыр тимейді ғой деп зонтиктің бәрін жинап қойдық. Спокойно екеуміз тұрмыз, кішкентай қызымыз екеуміз сол кезде тұрсақ, жанымыздан бір машина өтті. Сондай үлкен бір скоростьпен, жылдамдықпен өтті да, бүгін орысша қазақша бәрі араласып тұр, енді ештеңе етпес деп ойлаймын. Сол кезде есімді жиып бүйтіп бұрылып қарағанша болған жоқ. Екінші машина келді, тағы да су шашты ғой. Одан да қатты, одан да мамандай су болды. Қызым, кішкентай қызым әрине жылап жіберді. Іштен өзіме үңілдім. Не болды, менде қандай сезім? Бұрылып қарап үлгерген жоқпын, өйткені сразу қызыма айттым: қызым, Құдай қаласа бізде де күшті көлік болады. Бізде жүреміз көлікпен, бұлай сусыз болмаймыз деген. Сондай бір сразу сол ой келді, сол ойды айттым. И қызымды көтеріп алып, остановканың артына ғана бардық та, қайтадан қол шатырымызды ашып, жаңбырдың астында қол шатырмен тұрмыз, бірақ остановканың артында тұрмыз. Сол кезде аялдамада күтіп тұрмыз әлі, автобус келді, автобусқа отырдық. Не қандай ой болды өзімді саралап отырмын. Қызымнан сұрап қоям, жаурадың ба десем, су болып қалдым дейді. Су болғанын көріп тұрмын, бірақ ештеңе істей алмадым. Тек қана Құдай қаласа бәрі жақсы болады, Құдай қаласа бізде де күшті машина болады, бұлай су болып жаңбырда жүрмейміз, Алла қаласа деп сөйтіп қана кішкентай қызға түсіндіре алдым. Ол да я деп түсініп отырады. Сөйтіп не ой келді, мен ойладым. Значит, бұл бекерден бекер емес. Не үшін бізге 2 рет есімді жиып болғанша жоқ, екінші рет тағы да машина келіп бізді мамандай су қылды. Бұның да артында бір ой бар, бірдеңе бар ғой деген ой келді. Сөйтіп ол машинадағы адамдарға ешқандай ашу, ыза, неге бұлай жүреді деген ешқандай претензия болмады. Аллаға шүкір деймін, өйткені мынандай не пайда болды, сезім. Мен, значит, осындай сәттерде шынайы дұға менде шығу керек болып тұр депші. Значит, біздің базалық қажеттілігіміз жабылмай тұр. Осы мен ойлаймын, енді көлік болды ғой. Болғанда жақсы, үйреніп қалдық. Болмаған кезде де ештеңесі жоқ. Аллаға шүкір, көлікпен, қоғам көлікпен де жүре береміз деген ой болды. Кешегі сәтте бізге шынымен де қоғам өзімізге көлік қажет екен. Ол шынайы бізге қажеттілік екен. Өзімді я деп жаңағыдай алданбай, солған қарай, жақсы нәрсеге қарай ұмтылу керек екендігін сездім да. Ол нәрсенің бекер болмағаны, сол сәтте осы нәрсе болып, менің ішімнен шынайы дұға шығу керек болғаннан кейін ғана барып болды деген ой қалыптасты. Ой қалыптасты да, сөйтіп барып келіп отырсам,
өзім жаңағы бір БД-ға қатысып отырмын ғой, сол БД-да тура осы тақырыпқа байланысты бүгін практикалар беріп жатыр екен. Эмоцияны басқару, сіз бүгін қандай қажеттілігіңіз өтелмеді, сіздің қандай жаңағы нені кешірдіңіз, нені қабылдадыңыз деп дәл түсті да бүгінгі кешегі болған ситуация мен кешегі берген тапсырма бір-бірімен сәйкес келді, прям 100%. Сразу алдын тапсырманы орындап тастадым, жаздым, бәрін жазып, бұл нәрсенің бекер емес екенін түсіндім. И айтқым келетіні, негізі адам өзін түсіне бастаған кезде, эмоциясын басқара ала бастаған кезде, өзімен жұмыс жасап, тереңірек оны қалай болды екен деп шынайы бүйтіп үңіліп бастаған кезде, оның жауабы келетін сияқты. Сіздерде оны ситуациялар болды ма, бөлісе кетіңіздер. Маған бұл енді бүгін қазір бастайын дедім, мен келдім де мына бір кофтаны алдым да, өзім сестренкам сіңлім сыйлаған, жүгіріп барып алдым да кидім, шашымды жинадым да әшейін бүйтіп буа салдым да отыра салдым да түсіру керек болып тұр. Өйткені бұл маған энергия сыйлайды. Менде я же смогу деген нәрсе, потребность кішкене жабылады да. Сондай оймен бөлістім. Кешегі менде болған ситуация осы. Сіздерде де осы ситуациялар, жағдайлар болса, жазып кетіңіздер комментарийға, бөлісіп кетіңіздер. Маған өте қызық. Мен қаншама арасын үзіліп кетті, негізі ютубқа салмаған біраз болыпты. Енді қазір салып бастайын деп ниетім бар. Ары қарай жалғастырамын деген, Алла тағала күшті идеялар берсе, бәрі болады деген сенім мол. Ал рахмет барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Барынша еркін болуға, ашық болуға тырыстым. Мынаның кофтаның кішкене қатысына мән бермеңіздер. Ондай ханның қызында да болады. Сәттілік барлықтарыңызға. Рахмет.